Арзы қыз әфсанесі. Қырымның ялы бойы түрк сұлтанының қолында олғанда, Мисхор көйінде Аби аға адында пек тынч бір қартчық бар екен. Аби аға көйнің ашағы малесінде деңізге яқын бір ерде ескі бір дам евчікте өмір ете, өз бақчасында ішлеп кечіне екен. Аби аға бай бір кіші олмаса да, ақылы, намыслы, чалышқыр, doğru бір емекчі оларақ танылған. Бұның үшін көйдешлері арасында бойық сайғы ве ихтибар қазанған екен. Аби аға өз бостаныны, бағыны, қапсы өгіндегі күчік бақчачығыны бойық бір севгінен бақа, қиметлі мүлкіні әм екі аяқлы, әм чоқ аяқлы дұшманлардан қорчалаған. О, әркестен ейі жыныс мейва етіштірмектен зевқ ала екен. Әр шейден де зияде, Аби аға қара көзлі қызы арзысыны пексеве екен, оны мұқайтлықнен өстіре, көз бебегінден зияде сақла екен. Аби аға өзінің доғырлығынен, ішкүзарлығынен өз көйдешлері, аттақ қомшы көйлер арасында шүрет қазанған. Қызы арзының дүлберлігі, чеберлігі Аби ағаның шүретіні бір қат да арттыра екен. Гүзел арзының бойы ұзын, белі инже, қашлары қара, чатма екен. Оның көмір кебі қара, ірі көзлері, вишне түсі кебі дудақлары, асылған нар кебі, қырмызы дүлбер янақлары, чоқ қалплерінің яғыны еріткен. Көйдекі қомшы қартанайчықлар, арзының янақларыны сипамай, қарт бабайлар да Аби ағаның азбары янындан кечкенде, түтін чубуқларыны да зияде думанлатмай, Аби ағаға өзлерінің рағбет ве сайғыларыны көстермей, кечме екенлер. Әр кезден зияде, арзының артындан гізленіп үрген, оның әр адымыны сынаған ве көйге чоқ келіп кеткен, айнежі қарт түрк Али Баба олған. Ол, güzel арзыны бірінші кере ялыдаки чешме янда бақыр гүгімнен су алған вақытта көрген. Али Баба Анадолы ялыларından Мисхорға алыш-веріш үшін сық-сық келіп кеткен елкенлі гемінің сайыбы екен. Өзінің айнежілігінен, яланчылығынен ве доlandырыcılығынен мешхур бір базырган олған. Қарт Али Бабаны кімсе севмей, әркес ондан сақынып кезе екен. Оның ақында ялы бойы көйлерінден дүлбер қызларыны қырсызлап, Түркиеге пашша сарайларына кетіріп сата деген лафлар айтыла екен. Али Бабаның чоқтан чоқ кескін бақышлары арзыны титрете қорқыза екен. Güzel арзы қарт айдутны ялыдаки чешме башында сық-сық рас кетіре башлай. Али Бабаның тайфасы да арзының не ерге кеткенini, қайдан келгенini бақа, әр адым алышыны огренмекнен оғраша. Анги саатлерде кімлернен кезінгеніне барғанже тешкере екенлер. Күнлер кечкен сайын арзы дүлберлешкен. Баба юртында, анасының янында о ойнап күліп яшаған.
Оның шең күліші бағда, бостанда, чешме башында әр ерде ештілген. Өзінің шең түркілеріні ерлап, ялыдаки чешмесіне келіп, о чешіт түстекі ташчықларының ойнақлығыны ұзын сейір етмекні пек севейкен. Арзыға Мисхорның намлы егітлерінден бір чоқ құдалар келселер де, «Аби аға, қызымда яштыр» деп, оларны күлер yüzінен қайтара екен. Ырызлы арзы құдалардан сақынып үйрейкен. Да яқында, ялыдаки чешме янында рас кетірген кескін бақшылы, арслан қияфетлі, ғаспыралы Эмрасан адлы егітні бір кере көрсе де, аслы қатырындан чықара алмаған. Аслы оның ялы кенарында шығып, деңіздің далғаларына бақып, далғын сейір етмесінің себебі де шу екен. Güzel арзының қалбінде яш егітке ашқ, muhabbet гүллері açılған. Күнлерден бір күн Эмрасан Аби ағаның қызына құда донатып берген. Аби аға бірден бір евлядыны ұзақ көйге беріп, асіретлік чекежегені түшініп, теренден кокус кечірген. Ләкин бір-біріне muhabbet беслеген екі яш қалпны бір-бірінден айырмақ olur mu? Аби аға сақалыны қашта, севімлі бір дәнесінің көңіліні қырмамақ үшін разылық берген. Güzel арзыны нишанладылар. Нишан дуасы ve dost қызлары жиылышып, нишан жиылыт yapılған. Қыш кечкен, шең бар келген. Аби ағаның бақчасындаки тереклер қыз кебі чешіт түсте чечеклерінен доналған. Дүлбер арзының янақлары бар гүллері кебі алланғаннар. Құрбан байрамы яқынлаша. Тойлар, дүгінлер сықлашып башлайлар. Бұтын кой шеңліклер ішінде ғарқ ола. Арзының тойыны да байрамның 4-ші күні yapmaға қарар бергенлер. Той яқынлашқан сайын арзы ялыдаки чешмесінден, туғанларынан, бақчасынан, доғып өскен көйінден айрылажағыны қатырлап, қасеветлене екен. Ойылы күчік Мисхор көйчігі үш байрамны бір кереден yapқан. Құрбан байрамы, бар байрамы, бірде güzel арзының дүгіні. Ярашқылы койның шең яшлары ве қызлары дам төпелеріне қоран тепіп, ай варирач түркісіні йырлай, дамдан дамама нелер айтышып, явлық алып беріше екенлер. Ең шең, ең қалабалық мале Аби ағаның яшаған малесі екен. Мисхор койының севімлі чечегі олған арзы қызының дамлы евінде аман-аман бүтін кой халқы топланған. Ұзақ көйлерден де та дерекой айвасылдан біле сайғылы Аби ағаның yapқан дүгініне пек чоқ мұсафірлер оны севіп сайып келгенлер. Yollar, соқақлар халқнен толған. Бүгінгі шеңлік шамата чоқ олса да, арзының дайыма шең көңілі бір түрлі бұ шеңлікні дуймаған. Оның қалбі сықынтылар ішінде езілген. Не үшін олғаныны
неден келгенini арзының өзі де білмей екен. Ақшам олған, орталықны қаранлық басқан. Азаматлы Айпетр қаясы юқуға далған, қара чаршафқа бүрінген. Чобан қавалының азиз сесі ақшамның тыншылығыны бозған. Деңізінің де күндізгі мавы yüzі қарарған. Ал шалян терісіні киген арзы отырған миндерінден тұрып, келін одасындан шыққан. Соң кере оларақ өзінің қиметлі чешмесі ве деңіздің ялысынен саулықлашмақ үшін еліне бақшыш гүгіміні алып, фырлантасыны башына ортып кеткен. Деңіздің кенарына ерлеші, далғаларының чырпынмасыны, чешме суының шырылтысыны діңлеген. Бұ ерлерде кешірген, татлы балалығы девріні қатырлап, хаялға далған. Бұ ерлерден, қызлық аятындан, баба юртындан айрылacağını түшінгенде, завалы арзының көзлерінден sıcak-sıcak яшлар төкілген. Ләкин бұ вақыт өзінің пешінден оның әрбір адымыны, әрбір әрекетіні излеп тұрғанларындан ичте хабері олмаған. Завалы қыз геженің қаранлығында хырсызланырым деп ичте шүбеленмеген. Амма чалылар түбі оны қарауыллаған бір чоқ дұшманлар нен толы екен. Өзіні дұшманлар сарып алғаныны, деңіз қырсызларының башы оны чешме артында беклегеніні дуймаған. Арзы чешмеге келіп, гүгіміні чешме түбінде ерлештірген. Чешменің суы шең түркілерінен гүгімнің ішіне ақа екен. Бірден бірге оның башы үстінде бір шей яваштан қыбырдаған. Бірісі мышық кебі оның огіне шарап түшкен. Екі қуетлі әл бақсыз қысшықның инже беліне сарылған, қыз аджы бір сес шығарған. Ләкин шу саат ағызыны екі әл қапатқан, башына чувал сарғанлар. Завалы қычырмақ дегіл, нефесіні біле зорнен алған. Хайын қырсызлар, қиметлі авларын омызларын атып, доғру гемілеріне йолланғанлар. Оларының yolbaşçısı Ali Baba екен. О, ең соң сұлтанның сарайыны яраштыра білежек, өзіне де бұйық байлық, венам қазандырacak кебі бір авның елге түшкеніне пек севінген. Böyle дүлбер бір қызны чалмақ, оның тоймаға білмеген нефсхор қалбінің ең бұйық бір емелі екен. Арзының дүгініні оның бүтін үмітлеріні кескен. Ләкин бұл өз-өзлігіне үмітсіз келіп түшкен. Қызының бір кере шыққан аджи сесіні ешіткен абияға бүтін дүгін халқының бірлікте ялыға чапып келгенлер. Ләкин кеч қалғанлар.
Али Бабаның елкенлі gemisi артық deniz dalgaları üstünde çalkalana ve arzını uzak İstanbul'a alıp gitti. Bütün koy şenliklerden vazgeçip karalar kiyip bülbül gibi söylengen kızçıkның yasını tutkanlar. Evvelden şen türküler söylep akkan bol suulu çeşme de böyle bir korkunçlu cinayetten son yavaş yavaş suunu eksiltmege ve en son koz yaşları gibi tamçı tamçı akmağa başlagan. Yalnız yılda bir kere Dülber arzının hırsızlanganına tamam bir yıl tolganda kene şu bahar akşamında Yalıdaki çeşmenin suvu bol bol akmağa başlayken. Tamam şu saatte Kara denizinin dalgaları arasından bir deniz anası kucağındaki balasıyla yalığa çıkkan. Yalıdaki çeşmege yakınlaşıp sudan yangan adam gibi çeşmenin sümegine dudaklarını yapıştırıp içken son ellerini yüzünü yuğan. Beyaz ellerinin çeşmenin taşlarını muhabbetle sipap yalı kenarına yerleşip oturgan. Denizinin koklerinin birleşken keniş yüzüne bakıp terin düşüncege dalgan. Koyga doğru Dülber yüzünü çevirip içini çekip terin bir ah çekken son tekrar denizinin dalgaları arasına gayip olup gitti. Aradan birkaç yıl geçken, Abiyaga qarından ölgen, esliler kartlanganlar, yaşlar esliler sırasına geçkenler. Mishor köylüleri her yıl deniz anasının kucağında balacığıyla yalığa çıkkanını, çeşmeden kana kana su içkenini korup pek korkuşa ekenler. Ama onun kim ekenini, ne yerden kelgenini bilmeykenler. Günlerden bir gün İstanbul'dan kelgen bazırganlar o deniz anasının kim olganını böyle anlatkanlar. Mishor'da deniz yalısındaki çeşme yanından hırsızlangan bahtsız arzı kızını deniz hırsızı Ali Baba İstanbul'a getirgen ve onu doğru esirler bazarına alıp gitken. Bu bazardan Türkiye'nin paşa ve beyleri haremlerini yaraştırmak için dünyanın her tarafından hırsızlanıp zorla getirilgen kızlarını büyük paralar berip ala ekenler. Bu bazarını ara sıra sultanның öz harem ağaları da yokla ekenler. Bahtsız arzını
Базарға кетірген вақытта сұлтанның харем ағасы қызны көріп бегенген. Оны падиша сарайыны яраштырмаға Таңрының халифесі, пейғамбер векілі сұлтанның ятағыны зейнетлендірмеге лайықтанып, ағырлығы қадар алтын беріп алғанлар. Қызны падиша huzuruna кетіргенде пек мақбул көргенлер. Оның үшін Али Бабаға хазинеден бойық бақшышлар берілген. Арзының өзіне де бақуучу ханым тайын олынған. Алтыннар, ипеклер, ниметлер içine ғарқ олған ве сұлтанның өз муаббетіне наил олған дүлбер арзыны hiç bir şey қуандырмаған. Бақытсыз арзы ватанына, ана ве бабасына, Эмрасанына, ялы чешмесіне олған асіретлігінден сарарып солған. Оны hiç bir şey sevindirmegen, bir şey onun көңілін алмаған, haремде şeyden erek, herkesten çet тұра екен. Bir yıl içinde olған балачығы біле, оның қырық көңіліні шеңлендірмей екен. Sevgili Қырым ялысындан çalınған күніне tamam bir yıl толғанда, арзы баласымен Сұлтан сарайының деңізге баққан құллесі үстіне шығып, өзіні деңізге атқан, İstanbul боғазының күміс түс далғалары арасында ғайып болып кеткен. İşte şu akşamda арзы деңіз анасы құшағындaki баласымен Мисхор ялысындaki çeşmеге бірінші olarak çıkқан екен.